Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша ғарыш жолы жалғасады. Күміс қанат ұшақтар тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгін біз 83-ші, 84-ші сабақты қосып өтетін боламыз. Оқулықтың 19-ші, 23-ші беттері. Бүгінгі оқу мақсатымыз шығарманың тақырыбы және қорытынды бөлімі негізінде сюжеттің дамуын болжау, оның себебін түсіндіру, кейіпкердің іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып, салыстырып бағалау. Дескрипторы: кейіпкердің іс-әрекетін бағалаймыз. Қажет ақпаратты тауып оқимыз. Тапсырманы сызба түрінде ұсынамыз. Балалар, сендер қазақ ғарышкерлері туралы не білесіңдер? Танымдылығымызды арттыру мақсатында бейне жазбаны тамашалайық. Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы 2 қазан күні Союз ТМ-13 ғарыш кемесімен ғарышқа ұшқан қазақтың тұңғыш ғарышкері. Ғарышта 7 күн 22 сағат 13 минут болды. Тоқтар бала кезінен ұшқыш болуды армандаған. Талғат Мұсабаев 1994 жылы бірінші рет ұшқанда Союз ТМ-19 ғарышта 126 күн болған. 1998 жылы екінші рет ұшқанда Союз ТМ-27 208 күнін ғарышта өткізген. 2001 жылы үшінші рет ұшқанда Союз ТМ-32 ғарыш кемесімен ғарышта 8 күн болыпты. Айдын Айымбетов 2015 жылы Союз ТМА-18М ғарыш кемесімен ғарышқа ұшқан қазақ ұлтының үшінші азаматы. Ол ғарышта 10 тәулікке жуық уақыт болып, туған жерге аман-есен оралды. Айдын Айымбетов ғарышқа ұшу кезінде бірқатар ғылыми сынақ жүргізген. Ендеше балалар, Жүсіпбек Қорғасбектің «Арман арқалаған бала, сынақшы, ғарышкер» мәтінін түсініп оқыңдар. Және үйге сендерге тапсырма. Мәтіндегі Тоқтардың отбасын сипаттап жаз. Тоқтар Әубәкіровтің өмір жолын сызба бойынша жалғастырып айт. Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.